Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Сәлем! Бізде жаңалық көп. Бізде ғашықтардың тағы бір жаңа жұбы пайда болды. Ана сайқмазақ Макс Алинаға ғашық. Мен саған ұнаймын ба? Мен сені түсінбедім. Ал Камиля мен Алинаның арасында күнде ұрыс керіс. Қарым-қатынастары күн сайын ушығып барады. Ойбай, кешір, сен біздің мазасыз кураторға ғашық едің ғой. Қиялың қиял қалпында қалғаны өкінішті. Онда сенің шаруаң болмасын. Ол өзінше батылданып, қызға көңілін білдірмек болды. Кәмелетке толмаған қыз ғашық болып қалыпты. Ал ол үйленгелі жатыр. Қандай қасірет десеңші. Айтпақшы, Макс біле ме? Білмегендіктен саған көзі түсіп жүр екен ғой. Сен Алинаның біздің Йодаға өлердей ғашық екенін білесің бе? Күллі университетке танымал күнделікте осынікі. Асқар бүгін дәлізде кетіп бара жатыр деп маған қарағанда өне бойым дір ете түсті. О, махаббат! Макс білсе мазаққа айналдырар еді. Әкел күнделігімді. Ал біздің құрбымыз Камиля Не деген тапқырлық десеңші. мұнда да бәрін білдірді. Әшкере болғың келмесе, менен аулақ жүр. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Hey, уәдемен еткен, жұбанып өткен. Уәдемен еткен, мәңгілік көктем. Достар. Жоқ апа, мен әлі бір шешімге келген жоқпын. Жауабын ертең айтам деп ескерттім ғой. 14-ші бөлім. Бір күннің айырмашылығы бар. Бүгін нақты жауап белгілі болады. Сосын ертең не істейтінім шешіледі. Апа, жақсы. Сонымен ертең не белгілі болмақ? Сенің жауабың. Менің бе? Сонда мен күтпеген сұрақ қандай болмақ? Шыныңды айтшы, мен саған ұнаймын ба? Сен маған не үшін ұнауың керек? Енді сәл де болса ұнатасың ба? Соны айтшы. Немесе жайыңа жүрді, мен өз жөніме кетейін. Мен сені түсінбедім. Алина. Екеуміз дос болайық. Мен саған сенбеймін. Бүгін бұлай дейсің, ертең басқаша сөйлейсің. Бүгін мұнда жүрсең, ертең Флоренцияда хат жазып отырасың. Сен мендікпін деші. Сонда Флоренция жайлы сөз де болмайды. Ой, мен ыңғайсыз уақытта келдім-ау деймін. Сен үнемі солай істеп жүресің. Бір-біріңе ынтық бола қалыпсыңдар ғой. Камиля, өз жөніңмен жүрш. Айтпақшы, Макс, сен Алинаның біздің Йодаға өлердей ғашық екенін білесің бе? Күллі университетке танымал күнделікте осынікі. Мен Асқардай жігітті бұрын ешқашан кездестірмеппін. Камиля! Бәрін білем. Білем? Асқар шынымен де керемет жігіт. Әрі ақылда. Маған сондай жігіттің қарсылас болғанына ризамын. Сондықтан түк ренішім жоқ. Ал біреудің күнделігі мен хатын рұқсатсыз оқыған жақсы әдет емес. Нұрлан, төс белгі әкелу сенің мойныңда. Бүгін жасап бітетін болғансың. Жасадың ба? О, саған қашанда сенуге болады. Жарайсың. Сонымен ары қарай кеттік. Менің флайерге тапсырыс беруім керек еді. Міне, ол да дайын.
Маған да күмәнің болмаған шығар. Мен 10 тал емес, 25-ін бір-ақ алып келдім. Қане көрсетші. Апа! Қалай? Ғажап емес пе? Мынау тым артық сияқты. Қатты кеткен жоқсың ба? Соны айтам. Макс, мынауың не? Несі бар? Ойындағысын бүкпей ашық айтып тұр. Бәрі түсінікті. Не болды сендерге соншама? Айтсыңдаршы, қай жері дұрыс емес? Барлық жері дұрыс емес. Сен шынымен де мынаның ештеңеге жарамайтынын ұқпай тұрсың ба? Сен бұйырмасын. Аздаған әзілдің артық болғаны ма? Түф. Сен өзі біреумен бірігіп бірдеңе істей аласың ба? Осы олақтығыңнан ғой, саған ешкімнің сенбейтіні. Менің де. Болды, қойшы. Біз уәде бойынша ақпараттың бәрін жинап қойдық. Иә, Камиланың әкесінің арқасында барлық қыздар біз үшін қол қойып берді. Иә, олар кімнің қанша дауыс жинайтынын шамамен санап қойды. Ерден мен Қанат айтарлықтай қалып қойды, ал Айдос пен Кәмшат үміткерліктен өз еріктерінен бас тартты. Иә, ал Дастан мен Дана, олар әзірге тең түсіп тұр. Тең түсіп тұр? Тең түскені қалай? Жоқ, негізінен ауқатты студенттердің барлықтары біздің жағымызда. Сонымен қосқанда спортшылар, сәнғой қыздар және барлық ерігіп жүрген студенттер де біз жақта деуге болады. Ал оқымыстының бәрі Дана жақта. Олар сондай көп пе? Әрине көп, тек сен оларды байқағың келмейді ғой. Мәссаған, бұлай болар деп кім ойлаған, а? Тіпті жақсы. Ынтығып тұрғаным жоқ. Тұра шасықпай. Дауыстың тең екенін білдік. Енді өзіміздің ең негізгі күшімізді іске қосайық. Иә, өткенде тілшілер келеді деп айтқаным есіңде ме? Тілшілер? Иә, олар осында 1-2 сағаттан соң келеді. Университет туралы сюжет түсірет, арасында сайлау тақырыбында қозғайды. Бірақ үміткерлердің ешқайсы бұл туралы білмейді. Сондықтан сюжеттің бір ғана кейіпкері болады. Ал кейіпкері кім? Яғни, біздің 2 сағатымыз бар. Дауыс беруге әлі үлгереміз. Сондықтан Дананың қайдағы бір плакаттары мен үнпарақтарынан қорқудың еш қажеті жоқ. Саған әлі бір адам 2 рет дауыс береді. Иә. Көтер басыңды. Сен бәріне дайын болуың керек. Иә. Ал енді ең шешуші кезең. Халықты бауырап алар кез. Қане, Дана? Неге үндемей қалдыңдар? Жалғастыра беріңдер. Шыттай болып киініп алғансың ба? Жайшылық па? Мен тағы бір нұсқа жасап әкелдім. Артық болмас. Ақыры менің сұнысымды қолдамайды екенсіңдер. Меніңше, жаман емес. Жаман емесі не? Тіпті керемет. Рахмет саған. Қызықтырар ештеңесі жоқ. Қалыпты жағдай. Адамды да тартпайды. Қалай тартпайды? Плакат сондай болу керек. Өздерің өзіңдер. Неменеге шырттай болып киініп алғансың дейм. Мә. Достым, кейбіреулерге байсалды жігіттер ұнайды. Сондықтан кейде мен осылай киінуге қарсы емеспін. Енді біреуді қуантсам дегенім ғой. Қатардағы мақсат ересек болу керек. Қатардағы емес, сайқы мазақтың өзіз. Сенің костюмың бар деп ойламаппын. Әдемі екен. Италиядан ба? Ендіше, сұрай бермеш болды. Айтпақшы, егер біреуге қызық болса айтайын. Бағына әкешіме сөйлесіп, Флоренцияға ауысудан бас тарттым. Енді мен бір жол осында қалдым. Дұрыс істегенсің, достым. Сонымен, сен енді мақсат десек болады ғой. Иә, енді мен мақсатпын. Дана. Біз анау сайлаушыларға айтатын ең шешуші сөзді қарастырып едік қой. Иә. Сол мен бірнеше ұсынысым бар да. Бұл біздің дәмханамыз. Осы жерде де түсірсек болады.
Ана отырған әдемі жігітті көріп отырсыз ба? Мен сізге айтып едім ғой. Студенттер президентіне басты үміткер деп. Ол сол Дастан. Сол жігітпен сөйлессеңіз жақсы болар. Болады, бірақ бұл жерде түсірмейтін шығармыз. Әрине, бұл жерде емес. Дене шынықтыру залына барып жақсы сюжет жасауға болады. Зіл темір көтеріп жатқан болашақ президент. Керемет емес бе? Олай қызық емес. Одан гөрі жеке басына қатысты нәрселерді жасасақ. Мысалы, өз бөлмесінде түсірсек. Өз бөлмесінің керегі не? Жаттығу залы әлде қайда жақсы емес пе? Көрдіңіз бе, біздің бағдарламамыздың ерекшелігі де сонда. Біз оның шынайы бет бейнесін көрсетуіміз керек. Сондықтан да кейіпкер уақытының көп бөлігін өткізетін жерді көрген дұрыс. Рахмет. Бізді ол жерде түсіруге болмайды. Неге? Еді онда көрмеуге тиіс адамдар өте көп. Тіпті жақсы. Өмірдегідей. Сонымен не болмаса кампуста түсіреміз, не болмаса басқа кейіпкер іздеп табамыз. Кампуста болса, кампустақ болсын. Жарайды. Қош келдіңіздер. Қайда? Мына жер бола ма? Иә, өз бөлмеңізді көрсетіңіз, жеке заттарыңызды, міне гитараны алуыңызға болады. Жоқ, гитарды алуға болмайды. Неге? Кешіріңіз, бұл біздің сайлау алды шарамызға қайшы келеді. Жарайды, сонымен Дастан, мен сізге қазір сұрақ қоям. Сіз емін еркін жауап бересіз. Жақсы ма? Иә. Дайынсыз ғой? Тоқтаңыз, қазір. Ал қолыңа. Болды, дайын. Рахмет. Сонымен Дастан, менің түсінгенім бойынша, сіз осы оқу орнынан шыққан спортшыларға қолдау көрсетіп, бақтарын ашуға бар күшіңізді салмақшысыз ғой. Спорт біздің жоспарымыздың тек бір ғана бөлігі. Менің бағдарламам салауатты өмір салтын қалыптастыруға және оны жан-жақты насихаттауға арналады. Жақсы, ал студенттердің академиялық үлгерімін қалай көтермексіз? Салауатты өмір салтын ұстанған адам өзі-ақ озат бола алады. Бір-бірін сүйрейді. Рахмет. Тағы бір сұрақ. Мұнда не болып жатыр өзі? Қазақстан? Бүкіл қазақ елі студенттердің президентке сайлауын кірпік қақпай қарап отыр ма? Құдайым-ау, жүргізуші қандай әдемі. Мен мұндай сұлуды өмірімде көрмеппін. Сен бөгет болып жатырсың, кетші тез, Неге бөгет жасайды? Аяқ асты топ ете қалған ақ жарқын көңілді жігіт. Кешіріңіз, есіміңіз? Оның аты Мақсат. Сіз үшін бой жеткен Макс бола. Тамаша, Макс. Дастан, досыңыз туралы бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Жоқ, ол асығып тұр, солай ғой, Мақсат. Жоқ, Камиля, бүгін қолым бос. Оның үстіне көршім үшін әрине айтып берем. Сонымен мені түсіріп жатыр ғой, Иә, кеттік. Сонымен біздің Дастан президентке лайық үміткер. Қарыңыздаршы, қандай сымбатты, әдемі, бүгінгі жастарға үлгі болар, нағыз жігіт. Оған бәсекелес табу қиын. Дұрыс. Тек бір ғана мықты үміткер бар. Ол медицина факультетінің бірінші курс студенті Дана Өтеғалиева. Айтпақшы, дәл қазір ол шешуші кезеңде сөйлейтін сөздерін пысықтап жатыр. Мен сіздерді сол жаққа апарайын. Кет. Жоқ. Чао. Қойшы. Қыздар, тосын сый. Бізге телеарнадан тілшілер арнайы қонаққа келді. Қалай? Макс, қайдағы тосын сый? Неге алдын ала ескертпедің? Қане қыздар, бірдеңе ойлап табыңдар. Сәлеметсіз бе? Дана деген сіз екенсіз ғой. Иә, жаңа кіре берісте сіздің үн парақтарыңызды көрген болатынмын. Бөлмеңізді түсірейікші, кәдімгі тұрмыс тіршілігіңізді дегендей. Қайдағы тұрмыс тіршілік? Қараңыздар, бәрі шашылып жатыр. Түсіруге болмайды. Ертең біздің оқу орнымызды ұятқа қалдырады. Иә. Камиля, шашылып жатқан сенің төсегің ғана. Сондықтан жөнсіз шу көтерме. Ештің етпейді. Біздің көрермендер студенттердің жағдайы туралы хабардар. Сондықтан да біреу жинақы, біреу ашық-шашық дегендей. Сюжетке қатысы жоқ адамдар шығып кетіңіздер. Дұрыс, шығамыз, бөгет болмайық. Алина, қане, жүр кеттік. Камиля, сен де шық. Жүр. Мен ешқайда бармайым, Дастанның пиар директорымын. Бұл жерде оның атына кір келтірмеуін қадағалайым. Дана, келіңіз. Сізбен біраз сұхбат жүргізейік. Емін еркін отырыңыз. Камераны ұмытыңыз. Емін еркін болып,
жаңағы солай істеңіз де сайлау алды жоспарыңызды достарыңызға асықпай айтып беріңіз. Кеттік. Біз енді академиялық үдеріске үлкен мән беру керек деп жоспарлап, сосын тағы шетелдегі студенттермен байланыс. Дана, асықпаңыз. Камера туралы ұмытыңыз. Ойыңызды жинақтаңыз. Кеттік. Академиялық үдеріс және шетелдегі студенттермен байланыс, қайырымдылық шара туралы біз қазір жоба жоспар құрып, тағы бұлай солай. Кешіріңіз, не дедіңіз? Мен сізге ескерткем. Дегенмен Дастанның бөлмесінде қайта жалғастырсақ қайтет? Дана, асықпаңыз. Ойыңызды жинақтаңыз. Камера туралы еш ойламаңыз, жақсы ма? Міне, бөлмеңізбен таныстырыңыз, жақсы ма? Мына заттар туралы, міне бір сурет тұр екен, осы туралы айтып кетіңіз. Мұның жаңалықтардан көрсетудің қажеті бар деп ойлайсыз ба? Дана, сіз жаңа қайырымдылық қоры туралы айтып кеттіңіз. Осы жайлы толығырақ айта кетсеңіз. Мен егер президентке сайлансам, университеттің студенттеріне арқа сүйей отырып, қайырымдылық қорын құрсам ба деймін. Иә, ол қандай қор? Балаларға арналған қайырымдылық қоры. Көз жасыңды бұлдайын дедің бе? Әлде арзан атақ ала салғың келді ме? Сен өзі қайырымдылық қоры не екенін білесің бе, а? Кешіріңіз, шығып кетіңізші, бөгет болып тұрсыз. Мен еш қайда да бармаймын. Бұл менің бөлмем. Ұйықтауым керек. Дана, сізден сұрайын дегенім, бұндай ой сізге қайдан келді? Ол үшін науқас балаларға нақты не қажет екенін білу керек. Жалпы қордың мәселесі мен жағдайлары туралы жақсы білу керек. Басқа жағдайлар да өте көп. Басқа. Осындай науқас баласы бар отбасына не қажет екенін дәл менде ешкім біле білмейтін де шығар. Қойыңдаршы болды. Көріп тұрсыз ғой, ол әдейі жаны ашсын деп алдап, арам пиғылмен көз жасын бұлдап тұр. Сіздерге мұның не керегі бар, а? Сюжет дегеніміз жақсы жағын көрсету керек қой. Мысалы, Дастан сияқты әдемі жігіттерді көрсету керек. Бірақ оны түсінетін мынау ма? Қайдағы бір ісік ауруына шалдыққан баланың суретін көрсетіп. Камиля, неге олай дейсің? Ол Дананың туған інісі Әнуар. Дана, тоқтама, айт. Иә, ол менің туған інім. Кішкентай кезінен ауру болатын. Енді ештеңе көмектеспейді. Жақында ғана тағы бір операция болды. Енді Аллаға аманат. Университетімізде қаржы қорын басқаратын қаржыгерлеріміз де бар. Пиар қолдау көрсететін маркетологтар да бар. Әртүрлі, әр салада маман иелері де жеткілікті. Сондықтан да біз, менің достарым, осындай отбасыларына көмектесу үшін қайырымдылық қорын жауапкершілікке алып отырмыз. Енді ойымыз іске асады деп ойлаймын. Ал ол қор қазір жұмыс істей ме? Жоқ, біз енді ғана талқылап отырмыз. Бірақ сайлау алды бағдарламамда осы мәселе туралы айтсам ба деймін. Негізі мұндай шараларды бірігіп ұйымдастырған жөн. Мысалы, біздің телеарнамыз осындай шараларға атсалысып тұрады. Рахмет. Негізі бұл туралы камерадан тыс әңгімелессек деймін. Е? Болды, жиналамыз. Жиналғаны несі? Дастан ше, көрші бөлмедегі сюжет қайда қалды? Әріптестер, төменге түсе беріңдер, мен қазір барам. Сонымен, айтыңыз. Оператор камераны жинай бастаған кезде оның түрін көрсең ғой. Жарнама жасайым деп жүгіріп жүріп, өз қолмен бәрін бізге бере салам деп ойламаған шығар. Қабат деген ай, бар қызықтан құр қалдым. Дәл сол кезде мен қайда жүрдім? Тұра тұрыңдар, ерте қуанбаңдар. Бірінші сюжетті көріп алайық. Әйтпесе мен қобалжып, не айтып, не қойғанымды білмеймін. Елдің алдында сөйлей алмайым. Менен қандай президент шықпақ? Саспа, тәжірибе уақытпен келеді. Алдымен сюжеттің қашан шығатынын біліп алуымыз керек. Мен барып, ғаламтордан бағдарлама кестесін қарайын. Алина, бірге барып қайтпаймыз ба? Кеттік.
Дана, мен саған бір нәрсе айтайын деген. Иә, құлағым сенде. Бұл неткен бассыздық. Мен болсам бәрімен келісіп жүгіріп жүрмін, ал олар дайын асқа тік қасық бола қалады. Ақмақтарын жинап алып, ана операторды күшпен алып кеткендерін қараш. Мен саған айттым ғой, қажет жоқ деп. Еңсеңді түсірмей қоя тұр. Әлі уақыт бар. Қазір оларға хабарласып көрейін. Сюжетте бір өзгерістер енгізуге болатын шығар. Ешқандай өзгерістің қажет жоқ. Болар іс болды, бояуы сіңді. Қайда барасың? Тамақ ішіп келейін. Ал мен ше? Ой! Айтсаңшы енді, Нұрлан, кел. Баяғыдан бері айтайын деп ем. Шынымды айтсам, неден бастарымды білмей отырмын. Не айтқың келіп еді, содан баста. Иә, қазір. Дана. Айта алмайым. Онда айтудың қажеті жоқ шығар. Неге? Бірақ, иә, керегі де жоқ шығар. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіз. Сәлеметсіздер ме? Кіріңіздер. Іріктеуге келсеңіздер, Макс пен Алина кетіп қалды. Біз Данаға келдік. Сізді ауру халдегі адамдарға көмектесуге қаржы жинап жатыр деп естідік. Біз жақында ғана курстастар бірігіп, өз бетімізше концерт қойғанбыз. Сонда сатылған билеттер ақшасын сіздердің қолдарыңызға тапсырмақ едік. Бұл не? Ақша? Біз әлі қайырымдылық қорын құрған жоқпыз ғой. Енді бастайық деп жатырмыз. Әлі ерте ғой. Онда сізде тұра берсін. Қалай ашасыздар, солай саларсыздар. Біздің факультет бұл шаруаға бірінші болып үлесін қоспақшы. Сосын тағы біз ақылдасып келіп, сізге дауыс беретін болып шештік. Рахмет. Ал бұл студенттердің президенттігіне үміткер Дана Өтеғалиева. Оның бәсекелестері сайлауалды науқаны кезінде кеш өткізуге және спорттық секциялар мен ойын-сауық орталықтарын ашуға уәде беріп жатыр. Ал медицина факультеті Дидарың қандай әдемі? Мәссаған, дастанды мүлдем көрсеткен жоқ. Сонымен бірге балалардың аққан ауруымен күресетін қайырымдылық қорын құрмақшы. Нақты бағдарламасы да бар. Емделуге шамасы келмей отырған отбасын тауып, қаражат жағынан жәрдемдесіп, науқастың Астанаға жетуіне, әрі білікті дәрігерлердің көмектесуіне қол ұшын бермекші. Біздің бағдарлама осы ұйымның жұмысын бақылап отыратын болады. Сонымен қатар, мұндай сауапты шараға ақпараттық демеу көрсетуге дайын. Мәссаған. Керемет. Міне, бәсекелеске соққы берді деп осын айт. Бұлай болады деп кім ойлаған? Сұрақ қойды, жауап бердім, бар болғаны осы. Дана, жақсылық дегенің осылай, аяқ астынан болады. Керемет ой да кенеттен туады. Сәлеметсіздер ме? Дана Өтеғалиева сіз ғой. Сәлеметсіздер ме? Я, ол мен. Біз көршілеріңіз. Сіздерді қолдау мақсатында бір шара өткізбекшіміз. Ал түскен қаржыны толықтай науқас балаларға аудармақ ойымыз бар. Дана, біз барлығымыз сізге дауыс береміз. Рахмет. Өңім бе, түсім бе, ниеткен көп ойыншықтар. Қаншама кітап, 5-ақ сағаттың ішінде 140 000 теңге. Айналамыздағы жастар сондай мейірімді деп ешқашан ойламаппын. Мен оларға бұның бәрін сақтайтын орын жоқ деп айттым. Бірақ еш қайсының әкеткісі жоқ. Жарайды енді, бір-екі күнде өзіңнің президенттік орныңа жайғасасың. Сонда сақтайтын боламыз. Әзірге тартпада жата берсін. Бұлай болмайды. Әзірше Сейфті жалға ала тұрсақ қайтеді. Қойш, Нұреке, студенттердің болашақ премьер-министрдің тартпасын ашуға кімнің батылы бар дейсің? О, мені премьер-министрге дейін жоғарлатып жібердіңдер ме? Дегенмен бұлай қалдырғанымыз дұрыс емес сияқты. Тым болмаса коменданттан еске қосымша клуб салып берсін деп сұрайық. Біз тіпті есін шығып қой жүрміз ғой. Жаппай жүрміз ғой. Шынымен, Асқарға аманат ете тұрамыз. Табылған ақыл. Келсем, Асқарға сенуге болады.
Дана, біз бастаған шаруа өте қиын. Біз оған үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Дұрыс айтасың. Бәріміз бірге жұмыс істеуіміз керек. Дұрыс. Ақша жоқ. Тартпаның ішінде болады. Енді жоқ. Қалай? Қалай жоқ? Аударма редакторы Әсел